Баланы дамыту үшін қандай ойындар ойнаймыз? Ол үшін бір аптаңызды 7 күніңізді бөліп аласыз. Ең бірінші күні балаңызбен дала ойындарын ойнайсыздар. Мейлі күн жаңбыр, мейлі күн қандай болса да далаға шығасыздар, шөптерді, жапырақтарды, қарды, бәрін араластырып ойнаймыз. Екінші күні ас үй ойындары. Міндетті түрде түсінігі қалыптаспаған болсын, баламен қамырды иле, печенье жасау, салат жасауларды үйретесіздер. Одан кейінгісі сумен ойнайтын күн. Бұл күні ваннаға ойнауға болады, немесе судың ішіне түрлі бояулар араластырып ойнауға болады. Одан кейінгісі сурет салу күні. Бұл күні сіздер баламен, егер бала кисточкамен немесе карандашпен салғысы келмесе, қолмен салыңыздар, ватный палочкамен салыңыздар, түрлі варианттарды алуға болады. Одан кейінгісі құммен ойнайсыздар, үйді бірге жинайсыздар, балаңыз сыпырады, жуады, бәрін бірге жасайды. Қию, жабыстыру ойындары және маңыздысы. Егер баламен сурет салсаңыздар, бүгін ертесіне суретті салмайсыздар, баланы жалықтыруға болмайды. Кез келген балаға әдет қалыптастыру үшін сіздерде осындай трекер болуы маңызды. Мына трекерді мен сіздерге тегін беретін боламын. Және әр күнге арналған дала ойындарының өзіне 20-дан астам ойын идеялар бар. Барлығын алу үшін комментарийге бала сөзін жазыңыз.